Наполеон Хилл. Ойлан да байы. 6 тарау. Арнайы білім. Білімнің екі түрі бар. Бірі жалпы білім, екіншісі арнайы білім. Қаншалық меңгергеніңізге қарамастан, ақша жинауда жалпы білімнің пайдасы шамалы. Бізге тіпті атағы жер жарған жоғары оқу орындарының барлық факультетіндегі жалпы білімнің жиынтығын ғана оқытады. Сондықтан профессорлардың басым бөлігінің ақшасы аз. Олар білім берумен айналысады, бірақ олардың ешқайсысы да ұйыммен жұмыс істеп өздері берген білімді істе қалай қолдану керегі жайында мағлұмат бермейді. Білімді нақты жоспар бойынша қыруар қаржы жинауға бағыттамасаңыз табыс әкелмейді. Осы ағаттықтың кесірінен миллиондаған жан Беконның білім үлкен күш деген қанатты сөзін бұрыс тәпсірлеп жүр. Білім келешекте үлкен күшке айналуы мүмкін дүние. Нақты жоспарға негізделіп, нақты іске бағытталған жағдайда ғана ол нағыз күшке айнала алады. Барлық білім ордаларында осы бір байланыстырушы көпірдің жоғына байланысты берілген білімді кәдеге жарату мүмкіндігі жоқ. Көп адам Генри Фордтың білімі таяз деп жаңылысады. Себебі ол мектепті бітірмеген. Жұрт көбінесе білім сөзінің мағынасын түсінбейді. Аталған сөз латынның educo деген, яғни оқыту, үйрету, дамыту деген сөзінен шыққан. Білімді адам деп қалтасында жалпы немесе арнайы білімі жөнінде бірнеше дипломы бар адамды емес, басқалардың құқығын бұзбастан өзі қалаған нәрсесіне жету үшін өз ойын дұрыс пайдалана алатын тұлғаны айтамыз. Табысқа қол жеткізген білімсіз. Бірінші дүниежүзілік соғыс тұсында Чикагодағы газеттердің бірінде Генри Фордқа білімсіз пацифист деп ат беріп, айдар таққан бірнеше мақала жарияланды. Форд мырза бұл мақалаларға наразылығын білдіріп, оны күстаналағаны үшін газетті сотқа береді. Сот отырысы басталып, кезек газеттің адвокаттарына келгенде, адвокаттар Фордтың білімсіздігін дәлелдеу мақсатымен соттан Фордты куә ретінде шақыруын сұрайды. Адвокаттар Фордқа түрлі сұрақтарды қардай боратады. Мұндағы мақсат Форд көлік жасау өндірісінде кейбір дүниелерден хабардар болғанымен, жалпы алған арнайы білімінің жоқтығын дәлелдеу болған. Мәселен, Форд мырзаға төмендегідей сұрақтар қойылған. Бенедикт Арнольд деген кім? 1776 жылғы көтерілісті басу үшін Британия Америкаға қанша әскер жіберді? Соңғы сұраққа Форд мырза былай жауап береді. Британияның қанша әскер жібергенін мен дөп басып айта алмаймын. Алайда келген әскердің қайтқан әскерден сан жағынан бірнеше есе көп екендігі туралы естігенмін, деп жауап қатады. Ақырында осы тектес сұрақ Форд мырзаны әбден мезі етеді. Қытығына тиетін кезекті бір сұраққа жауап беру барысында Форд мырза сәл еңкейіп, аталған сұрақтарды қойып тұрған адвокатты саусағымен нұсқап былай дейді. Егер мен шынымен-ақ сіздің сұрақтарыңызға жауап бергім келсе, бір тетікті ғана басуымның жеткілікті болатынын есіңізге сала кеткім келеді. Сол мезетте-ақ менің қасымнан мені қызықтыратын және уақытымның көбін арнайтын бизнес саласы бойынша кез келген сұрақтарыма жауап бере алатын мамандар табыла кетеді. Айтыңызшы, мені қызықтырған кез келген сұраққа сол сәтте-ақ жауап бере алатын мамандарым тұрғанда, мен сіздің сандырақ сұрақтарыңызға не үшін басымды қатыруым керек деп айтады. Бұл сұрақ ақылға қонымды екені даусыз. Мұндай сұрақтан кейін адвокаттың аузына құм құйылды. Сот залында отырғандардың барлығы мұндай жауапты білімсіз адам емес, нағыз көреген дарынды адам ғана бере алатындығын түсінді. Олай болса, білімді қайдан алуға болатынын, оны қалай пайдаланып, ұтымды қолдануға болатынын білетін адамдардың барлығы да білімді жандар. Генри Фордтың қасында оны Американың ең бай адамдарының біріне айналдырған қажет білімді иеленген жандар болды. Ал табысқа бастар білім кімнің басынан табылатыны маңызды емес. Білім жинау қиын шаруа емес. Арманыңызды ақшаға айналдыра алатыныңызға көз жеткізбес бұрын, сіз табысқа айырбастауға болатын арнайы қызметті, сауданы немесе мамандықты меңгеруіңіз аса қажет. Мүмкін сізге өзіңіз ойлағаннан да артық арнайы білім, оған қол жеткізу қажетті талап қажет болар. Егер солай болса, сіз жоғарыда аталған ойлау, сыни ойлау арқылы әлсіздігіңізді құрықтап сәттілікке қол жеткізе аласыз. Қыруар қаражатты жинау үшін күш қажет. Күш жоғары деңгейде жоспарланған, саналы түрде басқарылған арнайы білім арқылы келеді.
Ал бұл арнайы білімнің табысқа талпынушы адамда ғана болуы шарт емес. Келесі тараудағы сөз болатын ой табысқа жетуді мақсат тұтатын, өзіне қажетті арнайы білімге қол жеткізуге тырысқан әрбір адамның көңіліне сенім ұялатып жігерлендіруге тиіс. Жұрт өзін білімдімін деп ойламағандықтан, кей жағдайда олар толық адам сезінбе комплексіне шалдығады. Алайда топты басқара алатын және ондай топты өз мақсатына жету үшін ұйымдастыра білетін кез келген адам топ мүшелерінен кем емес білімге ие. Томас Эдисон мектепте бар болғаны бірнеше ай ғана білім алды. Бірақ ол ешқашан өзін білімсіз санап, кедейліктің азабын тартып қиналған жоқ. Генри Фордтың 6 сыныптық қана білімі болды. Соған қарамастан ол қаржылық жағынан қиындық көрмеді. Альберт Эйнштейн әлемді өзгертетін ғылыми теорияларын жарыққа шығара бастағанда патенттік бюрода хатшы болып жұмыс істеп жүрген. Арнайы білім ең арзан қызметтің бірі. Егер оған күмәндансаңыз, кез келген университеттің есеп айырысу парағына көз жүгіртіп көріңіз. Білімді қайдан алуға болады? Алдымен сізге қандай арнайы білім керек? Ол білімнің не үшін қажет екенін анықтап алыңыз. Шынтуайтында сіздің өмірлік ұраныңыз, алдыңызға қойған мақсатыңыз қандай білім қажет екенін анықтауға септеседі. Осы мәселені бір жақты қылғаннан кейін шешімін табуға тиіс келесі нәрсе білімнің ауқымы болмақ. Солардың ішіндегі өте қажет болуы мүмкін жағдайларды төмендегідей топтауға болады. Бірінші, тұлғаның білімі және жинақтаған тәжірибесі. Екінші, басқалармен бірлесе отырып қол жеткізуге болатын білім мен тәжірибе. Үшінші, колледж және университеттер. Төртінші, көпшілік кітапханалар. Бесінші, арнайы тренингтер, курстар, кешкі арнайы мектептер. Білімге қол жеткізгеннен кейін оны ұйымдастырып, нақты жоспарлар арқылы белгілі бір мақсатқа жету үшін қолдана білу қажет. Білімді белгілі бір мақсатта бағыттап, ұтымды қолдана білген жағдайда ғана бағасы артпақ. Егер сіз қосымша білім алғыңыз келсе, алдымен не үшін қажет болды дегенді анықтап алыңыз. Сосын сенімді ақпарат көзі арқылы бұл білімді қайдан және қалай алуға болатынын білуге тырысыңыз. Қай саланы алмайық, өзіне сенімді адам табысқа жетуіне көмектесетін мақсат, білім және мамандыққа қол жеткізуге қажетті арнайы білімнен бас тартпайды. Ал білімнің құнын білмейтін, табыс туралы түсініктен жұрдай адамдар мектеп қабырғасынан кеткен күні білім алу кезеңі аяқталды деп ойлайды. Алайда мектепте алған білімнің өз білгеніңді тәжірибе жүзінде іске асыру үшін берері шамалы. Мамандық – бұл бүгінгі күннің ұранына айналған сөз. Мұны Колумбия университетінің кадрлар жөніндегі директоры Роберт Мур газет беттерінде шет бұршақтап жазып та жүр. Тәжірибе ауадай қажет. Жазғы демалыс кезінде студенттерді офис, дүкен, өндіріс орындарында жұмысқа тартып, тәжірибе жинақтаулары керек деген ұсыныс тастаған Мор мырза, университеттің 2-3 курстарында оқып жүрген студенттерден белгілі бір мамандықты таңдаудан талап ету керек. Егер студент оқу жоспарындағы мамандыққа сай келмейтін пәндермен әуре болып жүрсе, олар кеш болмай тұрып сол жерде тоқтағаны дұрыс деп ойын айтқан. Колледж және университеттер сұранысқа ие мамандықтар бойынша маман дайындау қажет екенін естен шығармаған жөн деген ол, оқу орындарының қосымша білім беруге де қатты көңіл бөлуі қажет екенін баса айтқан еді. Қазіргі кезде үлкен қалаларда молынан ашылып жатқан кешкі курстардың да арнайы білім алуды көксеген азаматтарға берері мол. ақш-та ашылған сырттай оқу бөлімдері барлық хат жетер жердегі азаматтарға арнайы бағдарламалар бойынша арнайы білім бере алады. Үйде отырып осылайша білім алудың артықшылығы, білім алып жатқан адам жұмысынан қол үзбестен бос уақытта ғана бұл іспен шұғылдана алады. Сырттай оқудың тағы бір артықшылығы, мұндай мектепті мұқият таңдаған жөн. Сырттай оқуға бағытталған пәндер көбіне бағыт-бағдар, кеңес беруге арналған. Ал бұл арнайы білім алуға талпынған жандар үшін баға жетпес құндылық. Талмай оқу және тәртіп. Қиналмай қол жеткізген, тегін келген қандай да болмасын дүниенің құны жоқ. Әрі оған күмәнмен қарайтындар да көп.
Сондықтан болар біз орта мектепте тегін алған білімнен нәтиже шығара бермейміз. Бірақ арнайы білім беру орталығында нақты бағдарлама бойынша қол жеткізген өзін-өзі басқара білу дағдысы тегін білім алу кезінде жоғалтқан мүмкіншіліктердің орнын толтырмақ. Бұл тұрғыда сырттай оқытатын мектептер мен курстардың берері мол. Олардағы оқу төлемінің төмендігі соншалық, олар бергенінің есесін артығымен және аз уақыттың ішінде қайтарып алуды мақсат тұтады. Алайда маңдай термен тапқан ақшасын алған білімі үшін төлеп отырған студент өзінің жақсы немесе жаман оқығанына қарамастан оқуды жалғастыра береді. Басқа жағдайда ол оқуды әлдеқашан тастап кетер еді. Сырттай білім беру орындары мұндай жағдайға аса көңіл бөле бермейді. Өйткені олар алған ақшасының есесіне шешім шығара білу, жылдам әрекет ету және бастаған істі аяқсыз қалдырмау сияқты қасиеттерді студенттердің санасына құя бермек. Мен бұл жағдайдың шындыққа жанасатындығына 45 жыл бұрын куә болған едім. Аталған оқиға жарнама саласы бойынша сырттай курсқа жазылған кезімде болған еді. 8 бе 10 ба анық есімде жоқ, сабақтан кейін мен дәріске баруды доғардым. Алайда мектеп оқу төлемі жөніндегі есебін бірінің артынан бірін жіберуін тоқтатпады. Сонымен қатар менің мектепке бармай жүргеніме қарамастан ақша төлеуімді талап етті. Қалай болған күнде де мен ақша төлейтін болсам, заң жүзінде алған білімім үшін ақша төлеуге міндетті едім. Кеткен ақшамды қайтарып алу үшін оқуымды ары қарай жалғастыруға тура келетінін түсіндім. Сондықтан қайтып келіп оқуымды жалғастырдым. Сол кезде мектептің қаржы жүйесі өте ұтымды жұмыс істейтінін ойлаған едім. Кейіннен бұл саясаттың менің алған білімім үшін орны айрықша болғанын түсіндім. Аталған жүйе менің қалайда жарнама жөнінде білімімді шыңдап, өмірде іске жарата алуыма бағытталған еді. Білім алу ешқашанда кеш емес. Қоғамдық оқыту бойынша әлемдегі ең озық жүйе құрған ел екеніміз анық. Дегенмен адам баласы қызық жаратылыс. Адам шығындалған нәрсесін ғана бағалайды. Америкадағы тегін мектептер, көпшілік кітапханалар америкалықтардың көңілінен шыға бермейді. Себебі олар тегін. Осыған байланысты көп адам мектеп бітіріп жұмысқа орналасқаннан кейін қосымша білім алуға талпынады. Бұл жұмыс берушілердің сырттай қосымша білім алғандарды жұмысқа көптеп тарту себебін түсіндіріп бермек. Осылайша жұмыс берушілер өз бос уақытын әдейі арнап, сырттай оқу арқылы білімін арттырып жатқан жандардың көшбасшылық қасиеті бар екеніне іс жүзінде де көз жеткізе алады. Адам баласының бойында тағы бір әлсіздік бар. Ол мансапқа ұмтылмау, жақсы мағынасында және мақсаттан тайқып кету. Жалақы алып жұмыс істеумен қатар бос уақытын қосымша білім алуға жұмсайтын жандардың төмен лауазымда қалып қоюы некен-саяқ. Олардың істеп жатқан іс-әрекеттері оларға жол ашып, алдындағы кедергілерді жояды. Сөйтіп бұл мансап баспалдағымен көтерілуге мүмкіндік беретін адамдардың назарын аударуына жағдай жасайды. Сырттай оқу тұрақты жұмыстары бола тұра қосымша білім қажет дейтін, бірақ сол үшін уақыт таба алмай жүрген адамдар үшін өте қолайлы. Стюарт Остин Уайер құрылыс инженері мамандығын алып, осы салада талмай қызмет етіп келген. Алайда экономикалық тоқырау оның қызметінің өрлеуіне қолбайлау болып, жалақысын қысқартты. Өз мүмкіндіктерін електен өткізген ол, осылайша заңгер мамандығын игеруге бел буады. Сөйтіп қосымша білім алып, корпоративтік заңгер маманы атанады. Емтихандарын сәтті тапсырған Уайер мол табыс әкелетін заңгерлік қызметіне кірісіп те кетеді. Отбасы жағдайына байланысты қосымша білім ала алмадым. Жасым кеп қалды, сондықтан қосымша білім ала алмаймын деген сылтауларды алға тартқан жандар үшін қосымша ақпарат. Уайер мырза басқа мамандықты игеруге бет бұрған кезде 40-тың қырқасына шыққан. Үйлі боранды жігіт ағасы еді. Қосымша білім беретін оқу орындары жайлы мол мағлұмат жинай алуының арқасында басқалардың 4 жылда алатын оқуын Уайер мырза 2-ақ жылда тәмамдап шықты. Олай болса қалай білім алуға болатынын білу үшін артық ақша шығындаудың еш зияны жоқ.